Бәріңе сәлем, алдыңғы геймерге қалай сабақ оқуға болады деген видеодан кейін барлықтарың сол видеоға 200 лайк жинапсыңдар. Сол үшін тура сондайды жалғастырамын деп шештім. Бірақ осы жолы сабақ оқудан қызығырақ, яғни бүгінгі айтатын тақырып геймерге қалай ақша табуға болады. Және білесіңдер, геймер деген дым істемейтін, ойын ойнай беретін адамды айтамыз. Ал егер де осындай адамдар жұмысқа тұрғысы келсе, тұра алмайды. Себебі сен типа нубсың, ойын ойнаудан басқа ешқандай жерден опытың жоқ, өйткені сен шын өмірде квалификацияны апат ету керек екенін ұмытып кеттің. Вот осындай адамдар не істейді? Вроде тамақ жеу керек, квартираны төлеу керек дегендей. Еще ойын ойнау үшін светтің ақшасын төлеу керек. Бірақ сендерге айтайын, даже осындай адамдар да норм ақша таба алады. Тек осы видеоны соңына дейін көр, енді видеоға кеттік, короче. Давайте сразу видеоны бастамастан бұрын ойланып көрейік. Ақша табу үшін не істеу керек? Бірінші вариант, бір жерде жұмыс істеп, біреуге өз уақытыңды бөліп ақша табу. Яғни былай айтқанда бос уақытыңды монетизировать ету. Бұның қиындығы, сенде ешқандай жерден опыт болмаса жұмысқа алмайды. Даже программистке аз дегенде IT колледжді бітірді деген диплом керек. Бірақ шатастырмайсыңдар деп ойлаймын, геймер деген программист емес. Даже екеуін бір ПК біріктіретін болса да. Немесе егер де жоғарыдан алатын болсақ, пилоттарға, дәрігерлерге жұмысқа кіру үшін саған практикадан өтті деген документтер керек. Ал геймерде ондай документтер вряд ли болады. Максимум Microsoft Flight Simulator мен хирургтың симуляторында ойнаудан ғана опыт болуы мүмкін. Сол үшін геймерде аз ғана варианттар бар. Ол бір фастфуд ресторанға барып жұмысқа кіру, немесе армияға барып сол жерде контрактқа отырып әскери адам болу. Бірақ одан да басқалары бар, мысалы грузчик немесе құрылысшы болу. Әрине, егер де сенде спортивный дене болса ғана. Жарайды, бұл вариантты сразу миымыздан сызып тастаймыз. Обычно геймерлерде ондай дене болмайды. Так что сен мысалы фастфуд ресторанға кірсең, осы жерден адамдармен сөйлесуден опыт жинап алсаң болады. Сонымен қатар жұмысқа параллельно түрлі курстарға жазылып өзіңді дамыта бересің. Мысалы ағылшын курсы, программисттерге арналған курстар және тағы басқалары. Ал барлығы қатты қиын болып бара жатса, армияға бара саласың. Бұл осылардың ішіндегі ең оңайы. Өйткені дәрі саған ақша құртудың да керегі жоқ. Барлығын сен үшін мемлекет жасап береді. Бір жақсы дым істемей үйде жатпайтын боласың. Алайда жоғарыда айтқан варианттар саған ұнамауы мүмкін. Себебі олардың бір ғана болашағы бар. Сен соңында бәрібір зарплатадан зарплатаға, демалыстан демалысқа дейін өмір сүретін 40 жастағы еркек боласың. Бұл өте жаман. Себебі сен ол кезде өзіңнен басқа Бұл өте жаман. Себебі сен ол кезде өзіңнен басқа әйеліңді, балаларыңды асырау керек боласың. Сол үшін өзіңе ұнаған мамандықты дұрыстап оқу керек. Жарайды, мен бұл жерге бал табуға не пришел, сондықтан бірінші уақытша, бірақ нормально қиналмай ақша табу түрі ол басқа біреудің аккаунтын буст жасап ақша табу. Конечно, осы вариантта уақытты кәдімгідей кетіреді, бірақ сен өзіңе ұнайтын іспен ақша табасың. Яғни тупо басқа аккаунтпен ойындарды ойнай бересің, ал аккаунт сенің скиллыңды көріп дами береді. Осыған сен басқалардан ақша алсаң болады. Минустары, бірінші, егер сен дұрыстап ойнамасаң, біреудің аккаунтын банға немесе уақытша блокировкаға жіберіп алуың мүмкін. Екінші, саған сенетін адамды табу басында өте қиын. Ешкім өз аккаунтын танымайтын ноунейм бустерге бермейді. Мен мысалы аккаунтымды тапсырмас едім. Бірақ сен ақылдырақ болсаң, бір амалын ойлап табасың. Осы қиыншылықты шешсең, в принципе, өте көп ақша табасың. Себебі буст деген қымбат тұратын услуга. Сендерге бірнеше инструкция айтып шығайын. Бірінші, телеграмнан группа ашасың, сосын фейковый отзывтар сатып аласың сервистер арқылы, немесе өзіңе фейк аккаунт ашып алып өтірік отзыв істесең болады. Сосын бір-екі ютуберден реклама аласың, одан кейін ақырындап заказдарды күтесің. Келесі вариант, объявлениені телеграмға емес OLX-ға саласың, кейін өтірік отзывтар жасап заказдарды күтесің. Бірақ өтірік отзывты адамдарды алдау үшін жасауға кеңес бермеймін. Себебі сен оларды алдағаннан аз пайда көресің. Шыншыл болсаң, ақшаңда адал болады. Екінші, егер де саған әдемі сетаптар, жұмыс орындары ұнаса, адамдарға RGB столдар жасап ақша тапсаң болады. Енді бұл уже уақытша жұмыс емес, кәдімгідей үлкен бизнес. Сондықтан да мүмкін осы арқылы сен болашақта өзіңнің компанияңды ашатын шығарсың. Оны ешкім білмейді. Басында бұл өте қиын сияқты болып көрінеді, бірақ шындығында бұл қатты қиын емес. Жай ғана арнайы инструменттер болса, сен де стол жасап ютубтағы туториалдарын қарап үйреніп аласың. Немесе олай істегің келмесе, OLX-тағы солай жасайтын адамдармен келісіп алсаң болады. Яғни сен клиент табасың, сосын олар саған керекті стол жасап береді. Ал сен сол столға өз фишкаңды қосып қымбатқа сатасың. Және именно осы геймерлерге арналған столдарды жасайтын адамдарды қазірше мен ешқандай жерден кездестірмедім. Сондықтан да мүмкін сен осы бизнесті алып кетесің. Себебі шынымен де бұл бизнесте конкуренттер аз. Ал қалған маркетингтік ыңғайлылықтарды кейінірек өзің қоссаң болады. Мысалы жеткізу тегін, немесе барлық қалаларға жеткіземіз деген сияқты. Ол енді ары қарай өзіңнің фантазияңа байланысты. Үшінші, ақша табудың түрі киберспорт. Бірақ өткізбей тұрыңдар, мен сендерге киберспортсмен бол деп жатқан жоқпын. Ол шындықты айтайық, қазіргі кезде барынша мүмкін емес. Және бұл жерде алдыңа мақсат қойып, берілмей соңына дейін бар деген сияқты көп мотиваторский пайдасы жоқ сөздер әсер етпейді. Мақсат қойғанда да кішкене шындыққа ұқсайтын мақсат қою керек. Инстаблогер
блогерлер сияқты айтатын нет ничего невозможного, анау мынау деген сияқты сөздердің барлығы 70% өтірік. Мүмкін емес заттар әлемде өте көп. Мысалы, сен қанша қиналсаң да президент бола алмайсың. Немесе сол сияқты ойынды жақсы ойнасаң да киберспортсмен болуыңа шанс өте аз. Себебі сенен басқа да осы алдыңа мақсат қойып соңына дейін бар деген концепциямен ойланатындар көп. Және барлығы сен сияқты киберспортсмен болғысы келеді. Ал өзің көріп тұрғандай олардың барлығы боттар немесе NPC емес. Ал сен Наруто емессің, 700 серияда Хакаге болған. Сондықтан шындыққа ұқсайтын цел қойып киберспортсмендердің тренері немесе комментатор болсаң болады. Бұндай мамандыққа неге именно геймерлерді алады деп сұрасаңдар, өйткені геймерлер ойындағы барлық өзінің ойнап келе жатқан уақыттары бойы байқаған құпиялар мен тонкостарын біледі. Ал ойынды білмейтін адам комментатор бола алмас еді. Сондықтан да бұл вариант сендерге жақсы келеді. Ал қалай ондай болуға болатынын білгілерің келсе, мен сендерге жауап берейін. Мен өзім де білмеймін, сорри. Ізденіп Google-ға, YouTube-қа жазып көріңдер. Керекті адам міндетті түрде табады. Жай ғана менің мақсатым сендерге осы туралы айту. Әрине сен киберспортсмендер сияқты ақша таппайсың, бірақ ең бастысы өзіңе ұнайтын іспен ақша табатын боласың. Минусы сен Қазақстаннан кетуің мүмкін. Себебі біздің елде интернет, қысқасы сендер өздеріңде білесіңдер. Хотя бұл кейбіреулеріңе плюс та болуы мүмкін. Сондықтан да үндемей ақ қояйын, өздерің вывод жасаңдар. Төртінші тағы амал ретінде ойын шығару. Басқаша айтқанда разработчик болсаң болады. Бұл бірақ үлкен опытты талап етеді. Себебі саған программирование, моделирование және ағылшын тілін білу керек. Содан кейін бастай берсең болады, бірақ басында өзің командасыз бастайсың. Себебі ойын шығаратын команданы табу өте қиын. Одан бөлек сенің ойының шығарғаннан кейін кішкене болсын танымал болуы керек. Ал олай болмаса саған ойын ешқандай ақша әкелмейді. Конечно, сен бірақ та бұл істі жұмыс ретінде емес, хобби ретінде істеу керексің. Себебі онсыз сен бұл істі тастап кетуі мүмкін. Даже ақша әкеліп тұрғанның өзінде. Содан кейін бастаған кезде ойынды тез бітіру үшін телефонға арналған қарапайым көп графика мен физиканы сұрамайтын ойындардан бастауға кеңес беремін. Себебі сен ертеңнен бастап RTX ультра графика мен RPG ойын шығарып бастасаң, өз опытыңмен оны өміріңнің соңында бітіресің. Ал команда болмаса мүлдем ұзақ уақытты алады. Оның өзінде ойын барлығына өтпеуі мүмкін, немесе мүлдем жаман ойын болып қалуы мүмкін. Сондықтан да бірінші қарапайым Google Dinoға ұқсайтын 2D ойындарды шығара бастасаң, кейін опытпен күрделі проекттерге көшесің. Ал ақша одан кейін бірақ келеді. Мүмкін бірінші ойының ешкімге өтпейтін шығар, бірақ екінші немесе үшінші болмаса 10-шы ойының міндетті түрде адамдарға ұнайды. Өйткені әр ойының ол өмірдегі плюс бір тәжірибе болады. Сондықтан да қорықпай қазір бастай берсең болады. Мүмкін болашақта сенің компанияң екінші Rockstar немесе екінші CD Projekt болар. Бесінші стример немесе летсплейщик болу. Бұл үшін сен қазір YouTube-ты немесе Twitch-ты бастап кетсең болады. Бірақ менің кеңес беретінім сонда да YouTube. Себебі YouTube-та сенің видеоларың рекомендацияға шығып, оны көп адамдар көруі мүмкін. Ал Twitch-та сенен де басқа танымал стримерлер бар, және Twitch-тің заңдары мүлдем басқа әңгіме. Сондықтан асықпа, егер де саған сюжетный ойындар ұнаса, прохождение видеолар түсіріп, ал онлайн ойындар ұнаса, сол онлайн ойындарды түсіріп контент-мейкер болсаң болады. Бұл да болашақта саған доходтар әкеледі. Әрине бастапқы бірінші және екінші жылы сен YouTube-тан да Twitch-тан да ақша таппайсың. Сол үшін мүмкін ұзақ ақша табудың түрі шығар, бірақ біздің видеода айтылуы тиіс. Өйткені осылай да жақсы ақша табатын ютуберлер бар. Осымен менде айтатын ештеңе жоқ. Видеоны аяқтайық. Егер видео ұнаса лайк басып каналға тіркеліп қойыңдар. Ал видео аяқталды. Давайте, короче.